Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сабақтың тақырыбы орта факторлар және олардың экожүйеге әсері. Оқу мақсаты экожүйеге экологиялық факторлардың ықпал етуін түсіндіру. Экологиялық факторлар немесе экологиялық түрткі дегеніміз не? Олар тірі организмдерге әсер ететін қоршаған орта жағдайларының кешені. Экологиялық түрткі үшке алып қарастырсақ болады. Олар биотикалық, абиотикалық және антропогендік. Осылардың барлығын біз екі кезеңге алып қараймыз. Жансыз табиғат түрткі және жанды табиғат түрткі. Олай болса, жансыз табиғат түрткі біз абиотикалық деп қарастырамыз. Яғни жансыз табиғат түрткі әсері ерекшелейді. Бұл жерде күнді алып қарайтын болсақ, яғни күн жарық, жарық ішкі ортаның негізгі түрткі жатады. Жарықсыз өсімдіктердің фотосинтезі болмайды, ал фотосинтез тіршілік мүлдем жоқ. Себебі жасыл өсімдіктер барлығы тірі организмге қажетті оттегіні шығару қабілетіне ие. Одан бөлек жарық жер ғаламшарындағы жалғыз жылу көзі болып табылады. Келесі, жанды табиғат түрткі биотикалық тірі организмдер арасындағы өзара байланыс. Оларға өсімдіктер, жануарлар, адамдарды жатқызуымызға болады. Бір-біріне және қоршаған ортаға әсері түрткі жатады. Яғни үшке алып қараймыз. Фитогенді, яғни өсімдік түрткі паразитизм, симбиоз, тамырлардың тұтас өсуі және тағы басқа секілді өсімдіктердің арасындағы байланыстарды осы жанды табиғат түрткі жатқызуға болады. Екіншісі, зоогенді, яғни жануар түрткі бұл жануарлардың бір-біріне және қоршаған ортаға әсерін айтамыз. Оған сонымен қатар жануарлардың өсімдікті тағамға қолдану да жатады. Білесіздер, кейбір жануарлар өсімдікпен де қоректенеді. Осыларды жатқызуымызға болады. Және үшінші, антропогенді түрткі яғни адамның қоршаған ортаға, яғни организмдерге, биогеоценозға, биосфераға кез келген әсерін айтамыз. Сонымен қатар шаруашылық әрекетінің нәтижесін айтамыз. Яғни бір сөзбен айтқанда, адамның табиғатқа әсерін айтамыз. Балалар, тапсырма 1, кітаптағы 121-23 беттегі берілген 3 мәтінді оқып, сол жердегі айтылған экологиялық түрткі анықтаңыздар, өзіңіздің нұсқаңызды растайтын дәптеріңізге дәлел келтіресіздер. Яғни осы 3 мәтінді оқып, экологиялық түрткі анықтайсыздар. Табиғатты өзгертіп, оның өзінің қажеттіліктеріне қарай бейімдеу арқылы адам өсімдіктер мен жануарлардың өмір сүру ортасын өзгертеді. Олардың өмірлеріне де әсерін тигізеді. Әсер бірақ тура, жанама немесе кездейсоқ болуы мүмкін. Сіздердің 23-ші бетте берілген сәйкестікті анықта деген тапсырмаларыңызда тура, жанама, кездейсоқ берілген. Яғни тура, ол жерде жауабы мынадай: адамның жоспарымен болған өзгерістері, батпақтың құрғатылуы, бөгет құрылысы, жерді жырту. Яғни бұл жоспарлы түрде, яғни тура деген сөз. Екінші, жанама, саналы түрде табиғатқа араласу, яғни балық пен аңды артығымен аулау, ормандарды артығымен отау деген сияқты. Бұл жанама түрде, адамның өзінің санасына байланысты. Кездейсоқ, адамның ландшафты, су қоймалары мен топырақты әдейі емес, еріксіз түрде өзгертуін айтамыз. Бұл кездейсоқ. Соған қарап, екінші тапсырманы орындаймыз. Қандай әсерді тура, жанама және кездейсоқ деп атауға болады? Ойланып көр. Өзің мысал келтір. Мына берілген суретте тура адамның табиғатқа тура, жанама, кездейсоқ әсерін анықтап, астына тапсырмаларды орындаймыз. Үшінші тапсырма, берілген тест тапсырмаларын орындап, яғни 126-ші беттегі берілген тест тапсырмаларын орындайсыздар, сөйтіп жауабын жазып қоясыздар дәптерге. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет.